Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен өте нәзік әрі дәмді болып пісетін тауықтың аяқтарын духовкада дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керек заттар: тауық аяқтары, картоп, сарымсақ, тұз, приправа для окорочков, майонез және кетчуп керек болады. Алдымен аяқтарымызға приправамызды сеуіп, және жарты бір ас қасық тұзымызды салып, майонез бен кетчупты салып, жақсылап араластырып аламыз. Мен соус барбекю қостым, бірақ сіздер кез келген кетчупты пайдалана берсеңіздер болады. Маринадтағаннан кейін 20-30 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін духовкаға салып пісіре берсеңіздер болады. 55 минутта дайын болады. Алдын ала духовканы қыздырып қойғандарыңыз дұрыс. Сарымсақты бөліп салыңыздар. Енді 15-20 минуттай біздің тауықтарымыз маринадталып тұрды. Табамызға салып қоямыз қатар-қатарынан осылай. Енді назар аударатын нәрсе, ол міндетті түрде үстінен бір 100-150 грамдай су құйып қойыңыздар. Сол кезде ол асты жабыспай, құрғақ болмай, сочный болып піседі. Міне біздің тауықтарымыз дайын, қып-қызыл болып шықты. Өте дәмді, әрі нәзік болды. Үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен бірге болған Меруерт. Сау болыңыздар.